Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз жануарларға тоқталатын боламыз бүгінгі сабақта. Енді оның ішінде жануарлардың қан айналым мүшелеріне тоқталамыз. Енді қан айналым жүйесінің эволюциясы жайында қысқаша шолу жасап кететін боламыз. Қан айналым мүшесінің маңызы қандай? Ең алдымен осы тұсты ашып алайық балалар. Бірінші, қан айналым жүйесі арқылы бізде оттегі тасымалданады. Ұлпаларға оттегінің формуласы О2. Оттегіні жеткізіп отырады. Енді екіншіден қоректік заттар тасымалдап отырады. Біз жеген тағамымыз асқазанға барып қорытылып, ол жерде сіңіруден өтіп, ішектерге барып сіңіріліп, ол микро элементтерге ыдырап, одан ары қарай қанға өтеді. Және қаннан басқа ағзаларға, бізде жалпы ұлпаларға, барлық организмге витаминдер, қоректік заттар таралып отырады. Және сыртқа шығару процесі де осы қаннан бастау алады. Демек, біздің қан айналым жүйесі жануарларда жалпы тіршілік иелерінде негізгі маңызды рөлді атқаратын болып табылады. Енді бізде шығындыларға көмірқышқылдың формуласы мына жерде тұрған СО2 және метаболиттерді шығарып отырады. Демек, бізде керек емес заттарды сыртқа шығарады. Сонымен қатар бізде көмірқышқыл газын қаннан алып, ұлпалардан алып, оны өкпеге барып, өкпеден сыртқа шығарып отырады. Енді гормондар арқылы сигнал береді. Енді гормондардың барлығы бізде тікелей қанмен байланысты, қанда жүріп, ағзаны реттеп отырады. Және қан айналым жүйесі бізде жануарларда екі топқа бөліп жіктейміз. Тұйық қан айналым жүйесі және ашық қан айналым жүйесі. Тұйық қан айналым жүйесі мен ашық қан айналым жүйесінің айырмашылығына тоқталатын болсақ, мінекей, тұйық қан айналым жүйесі қан тамырларда жүрсе, ашық қан айналым жүйесі гемолимфа қуысында жүреді. Және тұйық қан айналым жүйесінде үздіксіз айналым болса, ашық қан айналымда бос айналым болады. Сонымен қатар, тұйық жүйеде бізде жоғарғы тиімділік бар, ал ашық жүйеде төмен қысым болады. Енді балалар, бізде ең алдымен буылтық құрттарға тоқталайық. Буылтық құрттар ол бізде қарапайым құрылым болып келеді. Себебі олар бізде тұйық жүйе. Буылтық құрттарда бізде қан айналым жүйесі тұйық жүйе, қан тамырлары бар, бірақ ол құрттарда бізде жүрек жоқ. Қан ағысы қабырға бұлшық еттері арқылы ғана жүріп отырады. Демек, оларда жүректің қызметін тек қана қабырға бұлшық еттер секілді қанмен тасымалданып жүзеге асып отырады. Және оттегіні гемоглобин байланыстырып отырады. Дегенмен бізде құрттар оттегіні толық жоғарғы сатыдағы жануарлар секілді қажет етпейді. Енді ұлуларға тоқталайық. Ұлуларда бізде ашық қан айналым жүйесі. Енді олардың қан айналым жүйесі қуыстарға ашылады және органдарды қоршап отырады. Және бұларда бізде гемолимфа қан мен лимфа қызметін атқарып отырады. Енді буынаяқтыларға тоқталатын болсақ, буынаяқтыларда да бізде ашық қан айналым жүйесі. Бұларда гемолимфа дене қуысынан еркін ағып отырады. Және төменгі қысым жүрек сілекей қызметін атқарады және күрделі қызмет, қоректену, иммунитет қалыптастыру секілді процестер жүзеге асып отырады қызметтер. Енді омыртқалыларға тоқтайық. Омыртқалылар дегеніміз уже бізде жоғарғы сатыдағы омыртқасы бар, толық дамыған, эволюция кезеңдерінде жалпы толығымен қалыптасқан жануарларды айтамыз. Бұларда міндетті түрде жүрек бар. Қан қысымын қамтамасыз етіп отырады. Және тамырлар, бізде қан тамырлар омыртқалыларда 3 қан тамырлар бар. Олар артерия, вена, капилляр. Капиллярды қыл тамыр деп те атаймыз, көк тамыр, қызыл тамыр болып бөлінеді. Енді қан құрамдас бөліктері бар, плазма, ода эритроцит, лейкоцит, тромбоцит және қан плазмасынан тұрады.
Енді балықтарға тоқталатын болсақ, оларда бізде жүректері бір камералы болып табылады. Және сонымен қатар бізде жалғыз қан айналым жүйесі, сулы қан айналым жүйесі бар. Және төмен оттегі қандағы О2 оттегінің деңгейі төмен болып табылады. Себебі бізде балықтар, білеміз оқушылар, мен алдыңғы сабақтарда арасында осы жайында да қысқаша ақпарат бере кеткенмін. Балықтар суда тіршілік еткендіктен олар еріген оттегімен демалады. Және біздің күнделікті оттегімізге қарағанда судағы оттегінің мөлшері аз деп айтып кеттім. Енді қосмекенділер дегеніміз қандай жануарлар деп сұрақ қоямыз, балалар, қосмекенді дегеніміз суда да, құрлықта да тіршілік ете алатын жануарларды айтамыз. Енді бізде қосмекенділерде жүрегі 3 камералы болады. 2 жүрекше 1 қарыншадан тұрады. Ал жорғалаушыларда бізде 4 камералы болады. 2 жүрекше 2 қарыншадан тұрады. Немесе 2 атри, 2 қарынша деп те атай аламыз. Бұларда бізде араласқан қосмекенділер оттегімен көмірқышқыл газы жаңағыдай аралас болады. Олардың тіршілік ету ортасына сол уақытта қай жерде тіршілік етіп жатыр, соған байланысты болып табылады. Және қосмекенділерде тыныс алуы ерекше. Кейбір қосмекенділер бізде терісімен де тыныс алып отырады. Енді құстар мен сүтқоректілерге тоқталайық. Құстар дегеніміз ауада қалықтап ұшады, оны білеміз. Енді олардың жүрегі 4 камералы, сүтқоректілердің де жүрегі 4 камералы. Ал сүтқоректілер дегеніміз өзінің баласын сүтімен асырайтын жануарлар. Біз адамдар барлығы сүтқоректілерге жатады. Енді олардың жүрегі толық бөлінген, және артериялық, веналық қан араласпайды. Оларда әрқайсысы өзінің жеке қызметін атқарып отырады. Және 2 қан айналым шеңбері бар. Үлкен және кіші қан айналым шеңберлерден тұрады. Жүрекке 2 рет қайтып келеді. Жоғарғы тиімділік, метаболизм өте жоғары, және оттегі бізде қажеттілікті толық қамтамасыз ете алады. Қорытындылай келе, бізде салыстырмалы талдап кетейік. Ең жоғарғысында бізде буылтық құрттар тұр, олар тұйық және қарапайым. Келесі ұлулар мен буынаяқтылар, олар ашық гемолимфа. Айтып кеттік, одан кейінгі сатыда бізде балықтарды қоямыз. Олар 1 камералы болады жүрегі, және жалғыз айналым болады. Енді одан жоғарғы сатыға біз қосмекенділерді 3 камералы араласқан. Ал жорғалаушыларда бізде жартылай бөлінген. Құстар мен сүтқоректілерде 4 камералы толық бөлінген болып табылады. Демек, міне, жоғарғы сатыдан, буылтық құрттан бастап, жоғары төменге, былайдан қарасақ, жоғарыға қарай эволюция барысында олардың дамуы, жүректерінің, қанның, қан айналымның барлығының дамуы эволюция барысында күрделі болып толыққан, және әрқайсысының қызметі жекешеленген. Балалар, енді алдағы уақытта ұмытпаймыз, осыны толығымен оқып тапсырмаларды орындаймыз.